Айтарым бар еді десең. Астында сілтемеге өтсеңіздер, біздің қатысушыларға үміткер болып келе аласыздар. Сіздерді күтеміз. Жанеркеге де үміткер болып келгілеріңіз келсе, осы сілтемеге өтіңіздер, жазып осында үміткер болып келіңіздер. Рахмет. Тыңдаймыз, бірақ сынамаймыз ойыны. Бізге айтпаған бір шындығыңыз. Осы уақытқа дейін. Кішкентай кезде Жоқ, жобаға қатысты бір бұзған правила болсын, біреумен сыртта кездесу. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі эфирді көру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін көптеген қызықтар болады. Өтірік алып қалу. мен жоқ сияқты. Ештеңе жоқ. Тап-таза. Өте сондай послушный участник. Жоқ, өтірік болса шығады ғой әрбір эфирге шығады деп ойлаймын. Өтірік болса. Иә? Молодец. Ассалаумағалейкум, Данияр Ғалымбай. Уалейкум ассалам. Шүкір жақсы Аллаға. Өздері? Шүкір жақсы. Антық тоқтаттық. Сочкасы қойылды. Кеше тоқтатып өзіме. WhatsApp-тан жазып жүрген жоқ? Жоқ, жазған жоқ ешкім. Енді ешкімнен қорықпайсыздар, сала береміз. Әрине, өзіме де үміткер күтемін, достар. Маған үміткер болып келіңіздер, қыздар. Енді бұрынғы арақатынаста не түсіндің? Нені қайталамау керек екен? Нені қайталамаған болғанда, мен постоянно айтамын, қыздарға негізі келетін үміткерлерге өтірік, тек қана өтірік айтпаңдар. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы таң. Қалай жағдайларың, жақсы ма? Кеше жазған болатынмын, кім шынайы дос, кім шынайы дос емес деп. Кешегі болған ситуациялар үшін өте ауыр сөздер айтылды. Менен де өзімнен де кеткен нелер болды. Эмоциямен шықты деп ойлаймын. Негізінде бұл жерде уақыт керек деп ойлаймын. Сол себептен бүгін эфир жібере алмаңыздар. Қызыққа толы күндер. Сондай. Қалайсыңдар, қалдарың қалай? Шүкір жақсы, аман есен. Шүкір жақсы. Кеше жалпы Мирас пен Ботан темаларын көрдіңдер ма? Ондай жағдай сендердің бастарында қайталанып жатқан жоқ па? Араларыңа ешкім кіріп, бізде, короче, досымыз келсе оңаша қалуға. Шынайы болыңдар, шынайы. Шынайы болған кезде бәрі жақсы болады. Өтіріктің аты бір тұтам болады да просто. Көйлек алып барамыз да? қыздың жүрегін жаулау керек. Қыздың жүрегін жаулау керек болғанда, енді өтірік айтқан қызды қалай жаулайсың деген нәрсе ғой. Ол жүректі көйлек алып беру арқылы жаулау керек па? Солай ма не? Көйлек алып беру арқылы жаулау керек па сонда? Сен өзің ойлашы бірінші. Жоқ, сенің ойыңша сондай ма? Тоқтасаң атака жасамаса. Ойлашы, саған сонау Қырғызстаннан келді, шапан жауып жатыр. Сонда сен Мүмкіндік бермей. Жоқ, мен наоборот досыммен жүрсем айтамын, досыма Диананы шығарып салса, Оған Диана жақсы қарайды. Білмеймін, мен мысалға Бота сияқты маған көңіл бөлші достарыңмен жүрмей деп мен айта алмаймын. Қатты талапшыл емессің. Ондай емеспін. Көңіл бөлетін адам айтқызбай-ақ бөледі көңіл. Если бөлем деп жатса, сондықтан бір отырып маған көңіл бөл деп мен сұрамаймын.